1917 жылы Ресей империясында төңкеріс болды. Патшалық құлады. Билікке кеңес үкіметі келді. Бұл өзгеріс Қазақстанға да әсер етті. 1920 жылы Қазақстанда кеңес үкіметі орнады. Қазақ халқының өмірінде жаңа кезең басталды. Кеңес үкіметі ауыл шаруашылығын өзгертуге кірісті. Жеке меншік жойылды. Колхоздар құрылды. Шаруалар бірлесіп жұмыс істеуге мәжбүр болды. Бұл саясат коллективтендіру деп аталды. Коллективтендіру қазақ қоғамына үлкен өзгерістер әкелді. Көптеген шаруа байлықтарынан айырылды. Коллективтендіру салдарынан Қазақстанда ашаршылық басталды. 1930-33 жылдар аралығында миллиондаған қазақ аштықтан қырылды. Бұл қазақ халқының тарихындағы ең ауыр трагедия болды. Ашаршылық қазақ халқының санын едәуір азайтты. Кеңес үкіметі басқа халықтарды Қазақстанға жер аудартты. Олардың арасында корейлер, немістер, шешендер, ингуштар болды. Жер аударылған халықтар қиын жағдайда өмір сүрді. Олар өз мәдениетін сақтауға тырысты. Индустрияландыру, зауыттар мен қалалардың өсуі. Кеңес үкіметі Қазақстанды индустрияландыруға көп күш салды. Зауыттар, фабрикалар, шахталар салынды. Жаңа қалалар пайда болды. Индустрияландыру Қазақстан экономикасын өзгертті. Ұлы Отан соғысы қазақстандықтардың ерлігі. 1941 жылы фашистік Германия Кеңес одағына шабуыл жасады. Қазақстандықтар соғысқа аттанды. Олар майданда ерлікпен шайқасты. Соғыс жылдарында Қазақстан тылда да үлкен жұмыс атқарды. Зауыттар мен фабрикалар майданға қажетті өнімдер шығарды. Соғыстан кейінгі жылдар қайта құру және даму. Соғыстан кейін Қазақстан қайта құру жұмыстарына кірісті. Экономика қалпына келтірілді. Жаңа өндіріс орындары ашылды. Білім беру мен мәдениет салалары дамыды. Тәуелсіздікке апарар жол ұлттық сананың оянуы. 20 ғасырдың 80 жылдарында Кеңес одағында қайта құру басталды. Бұл кезеңде қазақ халқының ұлттық санасы ояна бастады. 1986 жылы Алматыда желтоқсан оқиғасы болды. Қазақ жастары тәуелсіздікті талап етіп көтерілді. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін жариялады. Қорытынды кеңес дәуірінің мұрасы. Кеңес дәуірі қазақ халқының тарихында маңызды кезең болды. Бұл кезеңде Қазақстан үлкен өзгерістерге ұшырады. Кеңес дәуірінің оң және теріс салдары болды. Бірақ тарихқа кері қайтпайды. Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде өз жолын таңдады.